Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым? Бүгін еркін тақырыпта біраз әңгіме қозғайық. Негізі Абай атамыз айтқан, кейбіреулерге мал бітсе де байлық бітпейді дейді. Неге? Себебі ол адамдардың іші кедей болып тұрады. Олар еш уақытта басқа адамдарға жақсылық тілей алмайды. Өмірі іштері қызғанышта, біреудің барын көре алмай отырады. Міне осындай адамдардың қаншама сыртында малдары, үйір жылқылары, қойлары болып жатса да, олар еш уақытта бай болып саналмайды. Себебі олардың іштері кедей. Жүректері кедей деуге болады, сөздері кедей. Шық бермес шығайбайлар. Соны алып қарайтын болсақ, негізі бұл өмірде де, қазіргі заманда да ондай адамдар көптеп кезігіп жатады. Малы да көп, ақшасы да көп, бірақ та біреуден қорқады да жүреді. Біреу ұрлап кетеді-ау, сөйтеді, банкрот болып қалам-ау, қайда жіберем, не істеймін осы көп ақшаны деген біраз сөздерді де естіп жатамыз. Себебі оның жүрегінде басқаға деген жылулық жоқ. Басқа адамға деген жақсылық жоқ, сезім жоқ. Сондай адамдарды көріп жатамыз. Негізі алып қарайтын болсақ, бұл қоғамда сондай адамдардың барына өкінішті деп мен өз басым ойлаймын. Себебі айтады, барыңмен бөліс дейді. Көршіңмен бөліс барыңмен дейді. Достарыңмен бөліс дейді. Туыс-туғандарыңмен бөліс дейді. Егерде қолыңда барын болса дейді. Сондықтан да қазір қарап отыратын болсақ, осы шіріген байдар деп айтып жатамыз. Шіріген байлар болса да, ешкімді маңына жолатпай, көршісімен де араласпай, туыс-туғандарын ұмытып кететін жағдайға жетіп, тек қана қолында бар бөтен адамдармен араласып қалуға тырысатын осындай адамдарды да кезігіп жатамыз, өкінішке орай. Бірақ та ондай адамдардың өмірінің соңын қарасан, жалғыздықта, қандай да бір өкініште өтіп жатады. Міне қымбаттыларым, сондықтан да егер де қолыңызда бар болса, бөлісуге тырысыңыз, садақа беріңіз, жақсылық жасауға тырысыңыз. Бұл өмірдің 5 күндік екенін ұмытпаңыз. Себебі сол садақа, берген қандай да бір сыйлығыңыз, біреудің қуанышы сіздің басқа өміріңізге, болашағыңызға көптеген жақсылықтарды әкеп жатады. Оған сеніңіз. Сау саламатта болыңыз. Ең көркем, ең әдемі адам сіз болыңыз. Болашағыңыз да көркем, әдемі болсын. Сау саламатта болыңыз.